Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі зейнетақы жүйесін жаңғырту тұжырымдамасына түзету енгізбек. Қазақстанда базалық зейнетақының орнына ең төменгі кепілдендірілген зейнетақыны енгізу жоспарланып жатыр. Сондай-ақ, одан өзге тағы да өзгертулер енгізілетін болады. Зейнетақының ең төменгі кепілдіктерін беруге қолайлы жағдай жасау мақсатында базалық зейнетақының орнына ең төменгі кепілдік берілген зейнетақы тағайындалады делінген министрлік құжаттарында. Аталған құжаттарда көрсетілгендей нақты бірнеше ұсыныстар бар. Олар: біріншіден, зейнетақы жүйесінде кемінде 5 жыл өтілімі бар адамдарға ең төменгі күнкөріс деңгейінің 70% мөлшерінде ең төменгі кепілдік берілген зейнетақыны белгілеу. Екіншіден, зейнетақы жүйесіне қатысу өкілі 5 жыл болған жағдайы ең төменгі күнкөріс деңгейінің 70% мөлшеріндегі базалық зейнетақының айқындау, және 5 жылдан асқаннан кейін әрбір жылға оның мөлшері 2%-ға ұлғайып отырады. Үшіншіден, базалық зейнетақы тағайындауды алып тастау. Және төртіншіден, базалық зейнетақы алушылар үшін ең төменгі кепілдік берілген зейнетақыны базалық зейнетақы мөлшерін есептеу кезінде ескерілген зейнетақы жүйесіне қатысу өтілін ескере отырып есептеу. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі еліміздегі зейнетақы жүйесін 2030 жылға дейін жаңғырту тұжырымдамасын өзгертуге қатысты ұсыныстары осындай. Құжат жобасын халықтың талқысынан өткізу үшін арнайы сайт беттеріне шығарған. Осыған орай 2028 жылдан бастап базалық зейнетақы төлемдерін ең төменгі кепілдендірілген зейнетақымен алмастыру қарастырылып жатыр. Ел игілігі үшін жасалар әрбір іске қуаныштымыз. Өз пікіріңізді комментарий бөліміне өтіп қалдырыңыз. Каналға жазылып, қолдау білдіруді ұмытпаңыз.